Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы ең алдымен бүгінгі видеоны бастамас бұрын баршаңызды осы келіп жеткен қасиетті Құрбан айт мейрамымен құттықтағым келеді. Отбасыларыңызға береке, бақыт және де үлкен табыстар тілеп қаламын. Жалпы бүгінгі видеоға келетін болсақ, бүгінгі видеоның негізінде осы бір трансферлік ауысым кезіндегі өте сондай бір белсенді клубтардың бірі болған команда жайында жоспар бойынша сондай видео шығу керек болатын. Алайда өкінішке орай кешегі жеткен хабарға сенетін болсақ, кешегі яғни 20 шілде күні жеткен хабарға сенетін болсақ, ағылшын премьер лигасының Эвертон футбол клубының қос бірдей жартылай қорғаушысы Фабиан Делф және де Гилфи Сигурдсонның кәмелетке толмаған жасөспіріммен сондай бір байланыста болғаны, жыныстық қатынастағы байланыста болғаны және де осы жайында жаңағыдай соттық тексерістің басталғаны жайында және де полиция бөлімшесіне жеткізілгендігі. Екі ойыншының біреуі әзірге белгісіз. Жалпы бұл хабар қайдан шықты? Ең алдымен бұл хабарды Манчестер полициясы тұтқындады деп жетті және де бұны ең алдымен әрине манчестерлік қос ұжымға құрамынан іздей бастады бұл футболшыны. Алайда кейіннен белгілі болғандай, бұл манчестерлік ұжымнан емес, бұл Эвертон футбол клубынан шыққан және де жасы 31-де отбасын құрған футболшы болған және де басты бұл жердегі күдікті әрине 31 жастағы ұлттық құрамада өнер көрсеткен, ол әрине Фабиан Делф болатын. Алайда Фабиан Делф Англия ұлттық құрамасында өнер көрсетпегеніне міне уже қателеспесем 5-ші жыл кетіп жатыр. Сондықтан алайда Фабиан Делфтің Манчестерде тұрғандығы және Манчестер Ситиде ойнағандығы да бұл жерде күдікке ілінді. Алайда ұлттық құрамада ойнайтын отбасы құрған 31 жастағы тағы бір ойыншы, ол әрине исландиялық Гилфи Сигурдсон болатын және де әзірге ең үлкен жаңағыдай күдікті ол әрине жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының жеткізу бойынша ол әрине исландиялық ойыншы. Өкінішке орай қос бірдей ойыншыға да үлкен төзім мен сабыр тілеп қаламыз, себебі бұндай жағдайларда өздеріңіз білетіндей қоғам тарапынан да, жанкүйерлер тарапынан да, бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан да өте сондай жоғары қысым болады. Өздеріңіздің естеріңізде болса, осыдан 5 жыл бұрын Адам Джонсон деген талантты ойыншыны да өкінішке орай дәл осындай айыппен жаңағыдай сот тексеріс басталып, өкінішке орай 6 жылдық жаңағыдай түрмелік уақыт алған болатын, түрмеге қамалған болатын, жабылған болатын және 3 жыл отырып шығып, сол күйі қайтып мансабын жалғастырып кетуге шамасы жетпеген болатын. Ал енді бұл футболшыларға келетін болсақ, әрине Гилфи Сигурдсон да, Фабиан Делф те жастары 31-де және де әрине жақсы дұрыс жағынан бітуін қалаймыз. Барлығының футболшы ретінде бұл өте ауыр сынақ, публичный личность ретінде жаңағы халық танитын адам болғаннан кейін өте ауыр сынақ бұндай. Жалпы бұндай сынақтар футбол әлемінде көп болып тұрады. Негізінде бұндай жағдайлар сол бір Криштиану Роналду зорлады деп немесе Месси зорлады дегендер де болып тұрады. Алайда ағылшын премьер лигасының тарихына келетін болсақ, ең алғашқы сондай бір кең көлемде осы 21 ғасырда айтайық, кең көлемде жаңағыдай қоғамға қатты сіңіп кеткен жаңалықтардың бірі ол әрине өздеріңіз білетіндей ағылшын премьер лигасының аңыз ойыншыларының бірі Джон Терридің өзінің досы, командаласы, ұлттық құрамада бірге ойнаған Уэйн Бридждің жаңағыдай әйелімен сондай бір қатынаста болғандығы. Әрине кейіннен өздеріңіз білетіндей Уэйн Бридж Манчестер Сити мен Челси ойынның арасында қолын да алмай кетті Джон Терридің. Әрине ол көптеген ағылшын премьер лигасының аңыз ойыншылары өкінішке орай өздерінің репутациясы жайында кеңінен ойлана қоймайтын сияқты. Оған бір дәлел сол бір Манчестер Юнайтедтің аңыз ойыншысы, тек қана Манчестер Юнайтедтің емес, ол да ағылшын премьер лигасының жалпы футболдың аңызы десек болатын шығар. Райан Гиггстің өзінің туған бауырының әйелімен болған жағдай 7 жыл бойы жаңағыдай жалғасып келген және бұл да сол 2011 жылы жаңағыдай қоғамға жаңа жайылып және де өте үлкен сол уақытта жаңа резонанс дейді ғой, сондай тудырған болатын. Ондай жағдайлар әрине өте көп. Кейіннен Дели Али де болып жатты мысалыға. Алайда осы Адам Джонсонның, осы Терридің, Джон Терридің және Райан Гиггстің жағдайларына қарап оған ұнатынымыз жалпы негізінде репутация деген нәрсе, қандай аңыз ойыншы болсаң да репутацияға бір дақ түсетін болса, ол өмір бойы адамның соңынан еріп жүретін нәрсе, атақты адамдардың. Және де бір дәлел Райан Гиггст өзінің жалпы сенімділігі, өзінің жаңағы верность дейді ғой, орысша айтқанда верностьтің тек қана Манчестер Юнайтедке ғана қатысы барлығын тағы бір рет дәлелдеді. Ол мансабы аяқталғаннан кейін өздеріңіз білетіндей өте көп сондай шулы оқиғаларға қалады. Әйелдерге қатысы бар
дәл осы. Сондықтан Райан Гиггстің де репутациясының жалпы қоғам алдында таза емес екендігі белгілі. Әрине қос футболшы үшін де бұл өте үлкен сынақ. Қайсысының әзірге анық күдікті екені белгісіз. Әрине кез келген футболшы үшін бұл өте ауыр сынақ. Эвертонды өздеріңіз білетіндей биыл жақсы, жаңағыдай трансферлік ауысымда өте жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Жақсы бапкер тағайындаған болатын, алайда өкінішке орай міне осындай сынақ келді. Эвертон жанкүйерлері бар болатын болса арамызда, әрине бірінші кезекте жаңағыдай өздерінің командасына мейлінше қатты қолдау көрсетуін тілейміз, және де істің барынша жаңағыдай әділетті шешім шығарады деген үміттеміз әрине. Міне достар, бүгін қысқаша болса осы кеше ғана шыққан жаңалық жайындағы өз ойым. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, әдеттегідей арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Ботиньо KZ арнасы.